алыңыз. Сосын кімге қандай сөз келді? Қандай сөйлем келді? Айтыңыз. Татулық. Сізде? Махаббат. Сыйластық. Қамқорлық. Біреуге жетпей қалды. Братана жетпей қалды. Келесі Исламбек папасы. Алтау. Жетеу кеттік пе? Жетеу саламай қалды. Сізде нешті? Міне, отбасы. Ең бастысы бізді Нұргүл отбасыны бастап, ортасына қойып, соған әрі қарай өздеріңіздің шыққан сөйлемдеріңізді қойып түсініп бересіздер. Махаббат дейді. Махаббатты қалай түсінесіз? Мен қойым. Сіз қоя беріңіз, қазір айтасыз ол. Ең соңында сіз қорытындылайсыз бұйыртса. Отбасы дегеніміз ол махаббат. Керемет. Әдемі гүл болушы керек. Келесі. Ана мен баланың арасындағы махаббатты білетін махаббат дегеніміз. Әкемен ананың ортасында. Керемет. Содан шыққан балдар. Сіз айтыңыз. Отбасыда сыйластық болу керек. Ата, ана, бала, бәрін сыйлап беру керек. Тамаша, керемет. Бірінші татулық болу керек. Тату болса, сыйластық та болады, махаббат та болады, бәрі де болады. Тамаша, керемет. Сәуле, сіз айтыңыз. Ата-ана арасында қамқорлық болса, ол балаға да беріледі деп ойлаймын. Тамаша. Әмина папасы. Отбасында бірлік болса, бірлік болады. Дұрыс, бірлік бар. Отбасы күшті болады. Керемет. деген біріншіде сенім бөлінеді. Тамаша. Енді сіз оны қорытындылаңыз. Отбасыда аталған махаббат, сыйластық, татулық, сенім, бірлік бәрі болса, татты денсаулық болу керек. Рахмет. Орныңыз жайғасыңыз.